Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны екі рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Алғашқы әнұранның музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди. Сөзінің авторлары Музафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаева. 2006 жылғы Менің Қазақстаным әнұранының музыкасын композитор Шәмші Қалдаяқов, сөзін Жұмекен Нәжімеденов жазған. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданды. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Тудың түсі ашық аспанды, бейбітшілікті, игілікті білдіреді. Күннің бейнесі байлық пен молшылықты, өмірді және күш-қуатты бейнелейді. Бүркіт бейнесі мемлекеттің қуат күші, оның егемендігі мен тәуелсіздігі. Тудың сабын жағалай салынған ұлттық өрнектер Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрін символдық тұрғыда бейнелейді. Көк туымыз әрдайым биікте желбіре берсін. Туымызды тік ұстау әр азаматтың перзенттік парызы. Аспан түстес көк байрағымыз біздің мақтанышымыз. Спортшыларымыз туымызды талай рет жеңіс тұғырына көтерді. Жақында қазақтың қайсар қыздары Эверестке шықты. Туымыз әлемнің ең биік шыңында тағы да желбіреді. Алда Олимпиада ойындары келе жатыр. Намысты өрендеріміз Париж төрінде туымызды тік ұстайды деп сенемін. Халқымыз туың биік болса, рухың биік дейді. Шын мәнінде байрағымыз аспандаған сайын ұлт мерейі асқақ болады. Ту, тәуелсіздігіміздің тұмары. Егеменді Қазақстанның елтаңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданды. Оның авторлары белгілі суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Олиханов. Қазақстан бейбіт мемлекет. Біз татулық пен келісімді қашанда басты орынға қоямыз. Барлық мемлекетпен достық қатынас орнаттық. Елімізде сан түрлі этнос өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Соның арқасында туымыз жер жүзіне бірлік пен бейбітшіліктің байрағы ретінде танылды. Біз достық қағидатын әрдайым берік ұстанамыз. Барша Қазақстан халқының тағдыры ортақ, болашағы бір. Сондықтан бір ел, бір халық болып, ту түбінде тұтаса білсек, көздеген мақсатқа міндетті түрде жетеміз.